Мұқағали Мақатаев, қара өлең, оқиды 4 сынып оқушысы Нұрла Мақсұт. Халыққа мен өлермін, Пушкин деймін, есенеймін, демедім мен, ешкімге мен. Қазақтың қара өлеңі құдіретін, онда бір сұмдық сыр бар естілмеген. Жат жерде жастанғанда жазатайым, қанмен жазу мүмкін ағатайым. Қасиетіңнен қара өлең айналайын, қазақтың дәл өзінде қарапайым. Түзу тіліңге таспадайын, қамшы өгемін таспадан басқадайын. Қаламасам қамшымда аулап жүргін, қарашы еді есігін ашпағайын. Түзу шүртілған аңыздайын, аңызма негені тамызбайын. Қара өлеңі қазақтың қаза болса, қара көзіне неге қан ағызбайын. Ақынмын деп мен қалай айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Күпіреген қазақтың қара өлеңі, шекпен жауып өзіне қайтарамын. Айхай далам, ақ далам, айхай далам, сағым далам. Бір бұдыр жоғал көзге шалынбаған, аспан құлап кетсе де тарынбаған. Бір ғаламат бойында сабыр бағау, ақ далам, айхай далам, сағым далам. Төсінде атылмаған жанартаулар, вулканын тұншықтырып дамылдаған. Боз далам, күрең далам, жасыл далам. Құшақтан шығармаспын деген едім, дәрменсіз қып жараттың неге мені. Өзіңдей алып болып тумаған соң, адам болып жүруді не керегі. Сонда да сүйе өтем, сүйе тұра құшалмау күйек екен. Анттан алып болып тумаған соң, адам болып жүруде қиын екен.